Қазалыда грек-рим күресінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионы, халықаралық жарыстардың жеңімпазы Абибуллаев Наурызды еске алуға арналған облыстық турнир өтті. Ту көтерген жасөспірімдер арасындағы белдесуге 180 жас палуан қатысты. 11 салмақ дәрежесі бойынша боз кілемге беттеген палуандар 10 команда құрады. Қатарларында облыс аудандарынан өзге Ақтөбе Шалқар өңірінің палуандары да өнер көрсетті. Мұндай жарысты өткізу спортты дамытумен бірге жас буынның жолын ашып, патриоттық тәрбие сіңіруге мол мүмкіндік береді. Осы жарысымызға демеушілік жасап жатқан осы Наурыз ініміздің өзінің жолдас балдары, араласқан аға бауырлары демеушілік жасап осы жарысты ұйымдастырып жатыр. Құдай қаласа осы жарыс жалғасын табады деген үміттемін. Жалғасын табуға атсалысамыз. Спорттық шараға Наурыз Абибуллаевтың анасы мен туыстары, достары қатысты. Жетістіктерін еске түсірді, естеліктермен бөлісті. Наурыз Абибуллаев өмірдің ғана емес, бүкіл қазақ елінің мақтанышына айналған. Жасындай жарқ ете қалған қысқа ғұмырында өңір спортының дамуына қосқан үлесі орасан зор. Анасы биыл алғаш рет ұйымдастырылған жарыстың жоғары деңгейде өткенін айтты. Спортшыларға сәттілік тіледі. Сол осындай жетістікке жетіп баламның еліне халқына қалаулы болып атағын шығарып жатқан Саматқа рахметімді айтамын. Саматтың арқасы, Саматтың жетістігінің арқасы сол. Жарысқа барғанда бастапқы кездерде барып жүрген кездерде Самат апа бірінші орын десе уыралап тұрып айқайлап, ой молодец деп айқайлайды екенмін. Кейіннен уже құлақ үйренді ма, Самат күледі ғой былайша айтқанда, үйреністіңіз ау деймін, апа иә деп бірінші орын десе үндемей о молодец дейді де қоятын дәрежеге жеткенде. Наурыз Абибуллаев 2001 жылы 26 наурызда Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде дүниеге келген. Жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының 2 дүркін жүлдегері, Қазақстан чемпионы, Түркия, Грузия елдерінде өткен халықаралық жарыстардың жеңімпазы. Еңбекқорлығы мен ер мінездігінің арқасында осындай жетістікке жетіп еді деп еске алды жаттықтырушысы. Командаларымыз қатысып осы оқушымыздың жарысына келіп жатыр. Наурыз халықаралық жарыстардың, республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Болашақ Наурыз сияқты оқушыларымыз мықты әлемге әйгілі палуандар шыға берсін дейміз. Ізін басып жатқан палуандарымыз көп Наурыздың. Игі шараны ұйымдастыруға жүлде қорын әзірлеп, жастарды демеп жүргендер Олжас Сүлеймен мен Ербол Сахи және Наурыздың достары. Олар үзеңгілес досының өнегелі өнер жолын жас буын ұмытпай өнеге тұтқанына дән риза. Наурыз бауырымыздың бүгінгі кешіне себепші болып, одан кейінгі еске аламыз және ұмытпаймыз, құрметтейміз. Наурыз бауырымыздың ең бір айтылып кеткен сөзі бір чемпион болу, жеңімпаз болу оңай, адам болып қалу қиын деген секілді әркімнің өзінің жақсы бір орны қалуы есебінде осы жасөспірімдерге сабақ болу ретінде еске алу кешін ұйымдастырамыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша осындай жарыстарды көптеп өткізу алдағы жоспарда бар. Ал турнир жеңімпаздары өз кезегінде дипломдар мен арнайы сыйлықтармен марапатталды. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктів арнасы.